жаңағы міне айтып отырған мінекей сол 6 балапанымен мінекей ұстап көріп көрінеді ме қандай әдемі суреттер? Мінекей үйрек өзінің қанша 6 балапанымен өзен жағасында ұя салып, сол балапандарымен сол жерде өмір сүріп жатқан екен. Ал ары қарай кеттік. Бір кезде аналық үйрек әлі балапан шықпаған тағы бір жұмыртқаны байқайды дейді. Мына өзінің 6 балапанның шыққанмен қоймай, тағы бір жұмыртқа қалып қойған екен. Қызық екен деп барқылдай аналық үйрек білмеуші еді. Ұяда 7 емес 6 жұмыртқа жатқан болатын дейді. Басында 6 жұмыртқа болған екен. Ол 6 жұмыртқадан 6 балапан шыққан екен. Бірақ одан басқа тағы бір жұмыртқа бар екен. Ана үйрек байқаған екен. Сонда бұл ертеден не түсіндік балалар? Жаңағы ұсқынсыз, жауырен әкетіліп жаман дедіңдер, өте әдемі емес деген балапанымыз соңында қандай құс болып шығыпты? Өте әдемі, мойны сұңғақ ұзын, өзі қандай? Әккәм, сұлу, құсынан айланып шыға кетеді екен. Сондықтан да не түсінеміз балалар? Басынан бастап әдемі емес, ұсқынсыз, жаман деген нәрсені өз ойларға қалыптастыруға болмайды. Өйткені ол өздерінде біле келіп отырсыңдар, неге енді білім ордасында енді аяқ басып, енді ғана әріп үйреніп, енді ғана не істейді? Кітап деген не екенін біліп жатырсыңдар. Сендер өсе келе қандай боласыңдар? Жақсы, әдемі, білімді. Ең алғашқы неміз білімді. Өздерің кітап оқитындай, өздеріңнің өз таңдауларымен кітапханаға келіп кітап таңдайтындай. Сондай әдемі біздің болашағымыз сендерсіңдер. Міне кішкентай маймыл бұлттардың арасында мангоны доп қылып ойнап жүр. Міне, мына жерде қараңдаршы. Міне манго, мына кішкентай маймыл мангоны міне доп құсатып ойнап жүр. Қараңдаршы, бұл жерде қандай сурет бар екен? Маймылмен бірге? Мынау лақ па не? Сиыр. Молодец. Мынау? Маймыл. Маймыл, Енді келесі бетін көреміз. Маймыл не істеп жатыр мына жерде? Мына қараңдаршы. Әне, ағаштан? Мангоны не істеп жатыр? Іздеп жүр, Оны мына жердегі сурет не екен? Ол не істеп жатты мангоны? Тығылып жатыр. Кімнен тығып жатыр? Маймылдан, Жоғар жағында не тұр? Папугай. Тоты құс қарап тұр, Келесі бетін ашып қарайық. Мына жерде не көріп тұрсыңдар? Балық, су, сиыр, маймыл. Ой, молодец. Манго не істеп жатыр екен? Маймыл не істеп жатыр екен? Мангоны іздеп жүр, Ол сонымен кімдерге жолығыпты? Су, сиыр, балық, қоңыздарға жолығыпты. Ой, молодец. Ал енді келесі бетін ашайық. Бұл жерде маймыл не істеп жатыр? Мынау не екен? Бақа. Бақа емес. Бақа жоғар жақта жүрмейді ағашта. Мынау? Құмырсқа. Құрт. Құрт. Мынау? Балапан. Балапан емес. Бұл жаңа не деп айтты? Папугай. Дұрыс. Ұнады ма сендерге кітапша? Ұнады. Ал енді біз келесі балаларға көрсетейік, келесі бетті. Бұл жерде не көріп тұрсыңдар? Кішкентай маймыл оның соңынан секіріп түсті дейді. Мына мангоның артынан секіріп іздеп жүр екен, Мына жерде не көріп тұрсыңыз? Не екен, Алихан, айта қойшы? Білесің ба? Ұстап көре ғой.
Қайсы кішкентай маймыл көрсетіп жүрші? Алдағы не қолмен ұстап тұрғаның? Молодец. Манго қайсы манго? Маған мангоны көрсетіп жүре қойшы, доп құсап ойнататын. Молодец. Келесі бетін ашамыз. Бұл жерде не көріп тұрсыңдар? Аю. Тағы да? Содан кейін? Аю. Аю мекен бұл? Аю емес, тышқан. По-моему. Келесі бет? Не екен бұл бала? Арыстан ұқсай ма не? Бұл жерде аң патшасы арыстан дейді. Қайсы мангоны көрсетіп жүре қойшы? Манго. Бұл маймыл. Манго, доп, міне. Келесі бетін көрсетейік. Тағы не бар екен бұл жерде? Тағы нені суреті бар екен? Манго. Тағы да не бар екен? Арыстан бар екен, е? Тағы нені суреті бар мына жерде? Мына жерде не көріп тұрсыңдар? Жидек. Мынау не? Мынау шы? Молодец. Манго қай жерде тұр екен? Көріп тұрсыңдар ма? Молодец. Ұнады ма сендерге мына маймыл туралы кітап?